Тамақтанғаннан кейін ыстық шай ішкенді ұнатасыз ба? Көптеген адамдар бұл сұраққа иә деп жауап беретініне сенімдімін. Шай көп уақыттан бері біздің күнделікті рационымыздың бір бөлігіне айналды. Сонымен қатар шайдың пайдасы туралы пікірлер бар. Шай адамды қуаттандырады және бірқатар дәрумендерден тұрады. Дегенмен бұл сусынның кемшілігі де бар. Неліктен тамақпен бірге шай ішпеу керек? Шайды немен алмастыруға болады? Осы видеодан көріңіздер. Видео басталмай тұрып, пайдаларына жазылыңыз және осы видеоға лайк басып кетіңіз. Профессор Иван Павлович Неумывакин ғарыштық медицинамен айналысқан. Ол адамның денесіне зиян тигізбейтін тамақтану жүйесін құруды мақсат етті. Неліктен Неумывакин дұрыс тамақтану жүйесін құрғысы келді? Біріншіден, өйткені адам тамақсыз өмір сүре алмайды. Екіншіден, тамақ арқылы біздің денеміз көптеген зиянды және қажет емес заттарды алады. Доктор Неумывакин біздің тамақтану әдетімізде осы екі маңызды мәселенің бар екенін көрді. Олардың біріншісі тамақты дұрыс шайнамау. Дұрыс шайналмаған тамақты қорыту үшін асқазан сөлінің көп мөлшері қажет болады. Ал дұрыс шайналмаған тамақтардың кейбір бөлшектері ішекте токсиндер түзіліп қорытылмаған күйінде қалады. Екінші мәселе сұйықтықтың жетіспеушілігі. Ас қорыту үшін су қажет. Жасушалардың тіршілігі үшін одан да көп мөлшерде су қажет. Сусыз олар қажетті энергия ала алмайды. Бірақ кез келген сұйықтық жасушаларға энергия алмасудың барлық процестерін жақсартуға мүмкіндік бермейді. Шай, кофе, газдалған сусындар денені ластап, жасушалардың жұмысын төмендетеді. Бұл сусындарды тамақтану кезінде немесе тамақтан кейін бірден ішу асқазан сөлінің сұйылтылуына әкеледі. Бұл тағамның асқазанда қорыту жылдамдығы мен тиімділігіне теріс әсер етеді. Бұндай жағдайда не істеу керек? Доктор Неумывакин бұл мәселенің шешімін тапты. Неумывакиннің тамақтану техникасын ұстанатындардың барлығы өте жақсы жауап берді. Неумывакиннің тамақтануы ас қорытуды жақсартып қана қоймай, сонымен қатар гипертония, қан тамырларының атеросклерозы сияқты ауруларды жеңуге көмектеседі. Шайды немен ауыстыруға болады? Жоғарыда айтылғандарды түсінгеніңіздей, денеге үнемі таза су қажет. Күніне ағзаға кем дегенде 2 литр су қажет. Бірақ бұл судың белгілі бір ережелерге сәйкес келуі және дұрыс тұтынылуы маңызды. Біріншіден, су таза болу керек. Егер сіз ағын судың тазалығына күмәндансаңыз, оны қайнатуға асықпаңыз. Қайнаған кезде ол маңызды қасиеттерін жоғалтады. Суды кешке ыдысқа құйып алыңыз, ал таңертең сізде сапалы су болады. Таңертең ыдыстағы судан 2-3 стакан бөлек ыдысқа құйып алыңыз, қалғанын төгіп тастаңыз. Суды салқын кезде немесе аздап қыздырып ішіңіз, бірақ қайнатпаңыз. Суды қашан ішу керек? Көптеген адамдар оны тамақ кезінде немесе тамақтанғаннан кейін бірден тұтынуға дағдыланған. Мұны ешбір жағдайда жасауға болмайды. Неліктен? Біріншіден, тамақпен бірге ішілген су асқазан сөлін сұйылтады. Асқазан сөлінің сұйылтылуына байланысты ол тамақты қорытып жатқан сәтте оған қиыншылық түсіреді. Екіншіден, тамақпен бірге ішілген су жасушаларды толық қамтамасыз етпейді. Суды дұрыс ішудің режимі тамақтанудан 15 минут бұрын және тамақтан кейін 2 сағаттан соң ішу керек. Тамақпен бірге су ішуге мүлдем болмайды. Осы қарапайым ережені сақтасаңыз, ағзаңыз керемет жұмыс істейді. Осы ережені ұстану арқылы таблеткаға тәуелді болуды тоқтатасыз және бірқатар созылмалы ауруларды ұмытасыз. Суды дұрыс ішудің пайдасы. Біріншіден, ас қорыту мен қоректік заттардың сіңуін қалыпқа келтіреді. Екіншіден, қан жұқарады. Бұл атеросклероз бен тромбоздың даму қаупін азайтады. Сонымен қатар жүректің жұмысы қалыпқа келеді және гипертониямен күреседі. Ми бүкіл ағзаның үйлесімді жұмысының арқасында көбірек оттегі мен энергия алады. Сіз бір күнде неше литр су ішесіз? Комментарияға жаза кетіңіз және осы ережелермен келісесіз бе? Соны да жаза кетіңіз. Денсаулық пен ұзақ өмір туралы пайдалы жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін біздің арнаға міндетті түрде жазылыңыз.